Көргенді ененің баласына айтқан ақылы. Балам, алған жарың әуелі Алланың аманаты, сосын бүтін бір әулеттің аманаты. Аманатқа қиянат етіп, ақсын жеуден сақ бол. Өз жұртында аз ғана уақытқа қонақ болған қыз баласы барған жерінде соңғы күніне дейін қалады. Оның әр қарайғы өмірі сенің оған жасаған қарым-қатынасыңа байланысты болмақ. Сіңісіп кетуіне жәрдемші бол. Жылатпа, көз жасының ауырлығын арқалама. Онсыз да нәзік жанына жара салма. Адал бол. Сен оған бір рет жақсылық етсең, ол өз кезегінде сол бір жақсылығыңды ғұмыр бойы еселеп қайтарумен болады. Оның жүзінен нұр мен күлкі көргің келсе, жұмсақ бол. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өсиеттегендей мұсылман бол. Ұсақ-түйек кемшіліктерін байқасаң, өзіңнен қателік іздеп түзел. Құранда да өзін түзегеннің айналасын Алланың өзі туралайтыны айтылған. Әйелінен кемшілік біліне бастаса, сөзсіз ерінің амалдарында қателік бар деген сөз. Мұқият бол. Ешқашан әйеліңді көпшілік алдында кемсітпе де, сөкпе. Ол оны қорлайды, саған суып қалады. Есіңде болсын, жат жұртта жүрген қыз өз төркініне деген сағынышта болады. Қайын жұртың жайлы оған жаман сөз айтушы болма. Қарындас әпкелеріңді есіңе ал. Сендерді тілдеп күйеу бала жезделердің әпке қарындастарыңды мінегенін қалайсың ба? Өзіңе қалағанды оған да қала, өзіңе қаламағанға оны да душар етпе. Әділ бол. Сол шынайы мұсылмандық. Дүниеге ұрпағыңды әкелсе, әуелі жаратқан Раббыңа шүкір ет, сосын жарыңды аяла. Дүниеге сәби әкелген әйелдің жаны да, тәні де сезімтал, әрі үлбірек болады. Көңіліңе сақ бол, денсаулығын күт. Оның денсаулығы ұрпағыңның саулығына тікелей байланысты. Ішіп жемге ризығынан қыспа. Садақаның ең абзалы отбасына жұмсалған мал-мүлік деген хадисті үнемі жадыңда тұт. Аллах берекеңді арттырады. Кедейлікке себеп болар амалдардан қашық бол. Ерте тұр, кеш жат. Адалынан напақа іздеуде табанды бол. Еркектің үйде қол қусырып жатуы қасиетсіздік. Нан тауып кеп шаршап жатқанның жөні бөлек. Сені әйелің қандай көргенін қаласаң, еркектік намысың болсын. Әйелдің қазаны мен ошағына араласып, күңкіл әңгімелерге бейім болма. Дайындағанын ішіп, жеде соңынан еркелетіп, алғыс айтуды әдетің ет. Бұдан кейін оның тек құлпырған мен әбек боп қызмет еткенін көресің. Еңбегін бағала, жанашыры бол. Шамасы жетпейтін шаруаларда әрдайым жанынан табыл. Ауыр жүк артпа, саған арқа сүйеп әйел боп жаратылғаннан ләззат алып, еркелей жүрсін. Сүйеніші, қамалы бол. Бұл ақсын жеуден сақтан. Төсегіңді бөлектеуші болма. Құрандағы шекке жеткенше сабырлық ет. Алланың алдында дәрежең өседі. Бұл шаңырақ сенің үрім бұтағың өсіп өнетін қасиетті орын. Іші мен тысына көңіл қой. Сырттан қаңқу сөздер ішті ірітпесін. Әркімнің сөзіне еріп ірітіп алма. Көңіліңді құластардай жағдай болып қалса, ең әуелі әйеліңді тыңда. Әр сөзіне ден қой.
Қателік еткен болса кешіріммен қарап, түзелер жолды бірге жүруге ыңғай таныт. Өзін жалғыз қалдырма, шаңырағыңды шайқап құлатудан сақтан. Іштегі ың-жыңды сыртқа жария етпе. Ондай әрекет екеуіңді де ел алдында абыройсыз етеді. Көп сөзділік пен қылжақ бастықты әйелдер сүймейді. Ондай қылық бойыңа жұқпасын. Иманыңды әлсіретеді. Өз иманың мен әйеліңнің иманына көп көңіл бөл. Кейбір құлшылық амалдарды бірге атқар. Жүректеріңді бірлікте етеді. Аллах үнемі әйелің үшін жақсы дұға жасап жүр. Әуреті жабық, намазы мен оразасын қаза етпейтін жар берген Раббыңа көп шүкір ет. Сендердің үйлесімді ғұмыр кешулерін біздің де көңілімізді жайландырады. Сендерден сыйластық кетсе, бізден береке, тыныштық қашады. Ұрпағыңның түзу болғанын қаласаң, олардың анасының ойы мен жүрегінің тыныштықта, жақсылықта болуын қамтамасыз ет. Тәрбиенің басым бөлігі анасы арқылы дариды. Алладан қорқатындардан бол, некеңді қастерле. Тыңдағандарыңызға рахмет.